Асел Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Осы жолы сіздердің назарларыңызға өте жеңіл, бисквитін дайындағанда миксерді де қажет етпейтін, ал ингредиенттері болса сіздерді таң қалдыратын, дәмді әрі жеңіл 5 минуттық шоколадты тортты назарларыңызға ұсынамын. Бисквитімізді бастамай тұрып, ең басында сіздерді таң қалдырады деген ингредиенттер туралы бір-екі сөз айтып өтейін. Біздің ингредиенттеріміздің тізімінде жұмыртқа да, май да жоқ. Ең басты ингредиентіміз бұл жерде майонез. Сол себептен майонезіміз біздің бисквитімізді жұмсартатын функциясын атқаратын болғандықтан, ең сапалы майонезді таңдағандарыңыз абзал. Ал егерде процеске келетін болсақ, майонезімізді көргендеріңіздей шекермен араластырып, құрғақ ингредиенттерімізді енгізіп, ең соңында суымызды араластырамыз. Массамызды жақсылап араластырғаннан кейін алдын ала дайындап қойған 2-22 диаметрлік формамызға массамызды құйып, алдын ала 180 дәрежеге дейін ысытылған пешімізге жібереміз. Әдеттегідей бисквиттердің дайын болу уақыты әркімнің пешіне қарай әртүрлі болып келеді. Бірақ орталама алғанда 30 минутта бисквиттеріміз дайын болады. Ал кремге келетін болсақ, бұл жерде де еш қиындығы жоқ. Майымыз бен шекер пудрасын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде әрине ең маңыздысы сары майымыз бөлме температурасында болу керек. Сары май мен шекер пудрасы жақсылап араласып келе жатқан кезде кілегейімізді қосамыз. Кілегейіміздің пайызы ең кем дегенде 33%-дан төмен болмау керек. Ең соңғы кремімізге нутелланы қосамыз. Нутелламыз да бөлме температурасында болуы қажет. Осы кремді сіз басқа уақыттарда да капкейктерді әсемдеу үшін болсын, немесе торттардың бетін әсемдеу үшін де қолдана аласыз. Бұл кремнің бір жақсы жері формасын өте жақсы ұстайды. Дайын болған креміміздің текстурасына назар аударыңызшы, қандай тамаша, қараңыз қалай формасын керемет ұстайды. Қасықпен де жей берсеңіз болады бұл кремді. Кремімізді бисквиттерге жақпай тұрып, бисквиттеріміздің суығанын күтеміз. Кремді жағар кезде де тортымыздың атына сай болсын деп, әсемдеуге де мен көп уақыт бөлген жоқпын. Тек қана кремімізді алып, жай ғана жағып шықтым. Негізі бұл техника Америкада өте танымал, және көптеген торттар осылай әсемденеді. Бірақ мен шыны керек бұны техника деп айтуға да ұяламын, жай ғана крем жаққанды. Ал егерде біздің тортымыздың әсемдеуіне келетін болсақ, мүлдем қарапайым болмасын деп, мен үстіне ақ шоколадтар орналастырдым.
аты затына сай 5 минуттық шоколадты торт дайын. Назарларыңызға рахмет. Әр сенбі жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше күн жақсы болғай.